Я мына қадірменді күнмен мына осы күнге жиналып жатқан себебіміз таза мектеп акциясы бойынша 8-ші орта білім беретін мектептің ауласында қандай тамаша мереке болып жатыр. Мынау бүгін еңбек мерекесі. Бүткіл мектептің ата-аналары осы жерде жиналып қандай бір адамның баласында жұмыс жасап жатыр. Даже мектептің ұжымдары өздері де бас болып бәріміз осы бір. Себебі бұл мектепке менің бүткіл балам оқыды. Осы 3 балам бітіріп кетті. Қазір олар түрлі салада жұмыс жасап жатыр. Қазір 2 немерем осы мектепте оқиды. Біреуі 7 классында Эльмира апайында, біреуі 4 класста Гүлден апайында оқиды. Сондықтан сол 2 баламның атынан келіп, жасым 70-ке келсе де жастардың қасында үлгі болайын, еңбекті бірге тойлайық, еңбектің маңы тәтті деген өзім огород егіп, бау-бақша егіп сонымен айналысамын. Сол балаларымды да солай еңбекке тәрбиелеп келе жатырмын. Сондықтан бұл еңбектен ешқандай қашуға болмайды. Балаларымды жаңағы осы бүткіл балалар осындай еңбекке баулыса, ата-ана соған мұрындық болса деп тілеймін. Ал енді бүгін мына 8-ші мектепте таза мектеп акциясы жүріп жатыр. Ал соған мына ата-аналар қатысып, тазалық сақтау несін өткізіп жатырмыз. Бұл жақсы ұйымдастырылған шара. Осылай жиі болып тұрсын. Бұған тек қана біз емес, мына жасы 10-ға келген балаларды да қатыстыру керек. Еңбекке баулау керек. Ол еңбекке бауламаса біздің болашағымыз қалай болады? Осылай жастарды баулап, бізбен бірге жұмыс істеп көрсін, ата-анасын істеп жатқан. Соған келешекте сондай жиі болып тұрсын, атсалсайық, мектебіміз таза болсын, балаларымыз жақсы оқысын. Соған тілектеспін енді, осылай ұйымдастырып жатқан ұжымға. Ата-аналар, мектеп оқушылары бүгінгі мына таза мектеп ауласы акциясына қатысып, өз үлесімді қосып жатырмын. Осы мектепте 11-ші А сынып оқушысы Аққабиев Рахымжан Болатұлының ата-анасымын. Бүкіл ата-ананы, мұғалімдерді осы акцияға қатысуға шақырамын. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, осы ата-аналардың арқасында мектептің ауласын тазартып, балалардың осы таза мектеп ауласында білім алып, және еңбекке баулуға үйрету деп ойлаймын. Барлығыңызды, ата-аналарды осы сенбілікке қатысуға, үлестеріңізді қосуға шақырамын. Бүгін міне 8-ші мектепте ата-аналар жиналып акция ұйымдастырып жатыр екен. Таза қала, таза мектеп деген. Осы акцияға біз ата-аналар болып өз үлесімізді қосып жатырмыз. Алдағы уақытта басқа да ата-аналар осындай шараға қатысуды шақырамыз. Кем емессіңдер патшадан бәрің, бес күн өмірде жасалсын ылғи. Жақсы малдарың, жақсы адамдарың. Бағаламаймыз қолыңда бағы, жүрмеді көлмеш жолында мәңгі. Біз байып бірден, бұзбайық мүлдем, адамдық заңды. Жақсылар сауық құратын бүгін, көгімде жайнап тұратын күнім. Жақсылығыммен жаудыртып жатыр жаратқанымның рахым нұрын. Жақсы адамдарым, бақыт